Рамазан айында 5 уақыт намаз, тарауық, оразадан жеке қосымша мына амалдарды көп жасауға тырысыңыздар. Себебі Рамазан айында сауаптар еселеніп жазылатын ай. Ең бірінші көп нәпіл намазын оқып, көп дұға етіңіздер. Екінші көп Құран оқыңыздар. Үшінші көп зікір тартыңыздар. Субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар деп. Және де истихбарды да көп айтыңыздар. Астағфируллах деп. Төртінші, пайғамбарымызға көп салауат айтыңыздар. Салауаттың қысқаша түрін айтсаңыздар болады. Салауаттың қысқаша түрі былай: Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Бесінші, көп садақа беруге тырысыңыздар. Себебі хадисте садақадан пәле озалмайды дейді. Садақа пәлені қайтарады. Тағы бір хадисте садақамен ауруларыңды емдендір дейді. Садақа дертке шипа. Садақа мал мүлікті тазартады. Садақа ризықты көбейтеді. Мен сіздерге садақаны 100 мыңдап, 10 мыңдап бер демеймін. Күніне 100 теңгеден, 200 теңгеден, мысалы, сбор ашып жатқандарға Каспий Голдпен Рамазан ай бойы 100 теңгеден, 200 теңгеден беріп тұрсаңыздар болады. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алла тағала сауаптан жазсын.